Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 4 картопымызды пісіріп алатын боламыз. Және 4 жұмыртқа қажет болады. Оны да суда қайнатып пісіреміз. Піскен картоптарымыздың қабығын ашып, қара жерлерін алып тастайтын боламыз. Ендігі кезекте картоптарымызды үлкен үккіштен, яғни теркадан өткізіп алатын боламыз. Осындай диаметрі 17 кольцода жинайтын боламын. Осындай кольцода 2 порция, яғни 2 тарелка салат шығатын болады осы 4 картоптан. Картопымызды салып аламыз, қатты нығыздамаймыз, және бетіне осылай майонез салып шығатын боламыз. Және де бізге копченый курица қажет болады. Оны осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Жақсылап осылай жаймалап аламыз. Және де үстінен майонезімізден сығып шығатын боламыз. Және де бізге осындай қияр қажет болады. Сіздерде балғын, яғни свежий қияр болмаса, маринадталған немесе тұздалған қияр пайдалансаңыздар болады. Оны да осылай ұсақтап, төртбүштеп турап алатын боламыз. Бір жарым қияр жеткілікті болды маған. Осылай бәрін ұсақтап, жаңағы копченый курицамыздың үстінен саламыз. Және де бетінен майонез сығып шығамыз. Және де осындай балғын қияр болса, бетіне сәл тұз сеуіп шығатын боламыз. Сіздерде маринадталған немесе тұздалған қияр болса, тұз қоспасаңыздар болады. Және бізге осындай консервідегі жүгер қажет болады. Жарты банка, яғни консервідегі жүгердің жартысын салдым. Және де піскен жұмыртқамызды ашып, жұмыртқамыздан кішкене осындай шеттерінен гүл жасап алып қалатын боламыз. Оны кейін салаттың бетін әсемдеуге, яғни декорға пайдаланатын боламыз. Дәл видеодағыдай осылай пышақпен осылай кесіп, яғни ромашка жасайтын боламыз. Мына екінші жағынан жасалынбайды, себебі ол жақта ақ уыз жақын орналасқан. Және келесі жұмыртқадан тағы да бір ромашка жасайтын боламыз. Дәл осы видеодағыдай осылай қолдарыңызды абайлап кесіп алмай жасайсыздар. Бұлай жасау сәл қиындау болатын болса, пышақты осылай ары-бері ұшпырыштап, кіргізіп отырып жасасаңыздар болады. Одан да осындай әдемі гүл шығады. Қайталап кесіп көрсетейін, себебі жаңағы кескенім видеода онша көрінбей қалды. Бірақ бұл кескенімізден әдемі гүл шықпайды, себебі жұмыртқаның ақ уызына сары уызы өте жақын орналасқан, яғни осы кесетін жағына. Сол себептен бұдан әдемі гүл шықпайды. Бірақ сіздерге қалай кесу керек екенін осы жұмыртқада көрсетейін. Міне байқадыңыздар ғой өздеріңіз, жұмыртқаға ақ уызына, яғни сары уыз өте жақын орналасқан. Мен қазір сары уызды алатын болсам, ақ уыз өте жұқа болғандықтан мындай жапырайып қалды. Міне осындай болып қалды. Бірақ сіздер қалай кесу керек екенін түсіндіңіздер. Жұмыртқаның қалған сары уызын, ақ уызын бөлек теркадан өткізіп, қазір дайындап алатын боламыз. Оны да біз салатқа пайдаланамыз. Ең алдымен барлық сары уыздарды ұсақтап, ұсақ үккіштен, яғни ұсақ теркадан өткіземіз.
кесек болмау қажет. Сол кезде салаттың бетіне сепкен кезде біркелкі әдемі болып шығады. Ақ уызды да дәл жаңағы сары уыз сияқты ұсақ үкіштен өткізіп дайындап аламыз. Бұны салатқа қосатын боламыз. Кальцоны алатын боламыз. Бетіне жан-жағына кішкене майонездан сығып шығамыз. Және осындай лопатканың көмегімен шеттерін осылай кішкене қиғаштап жоғарыға қарай үйіп, жабыстырып, үстінен осылай ақ уызды салып, және де лопатканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Және де осындай слоеный салат жасауға уақыттарыңыз жетпейтін болса, жаңағы ингредиенттің бәрін сәл майонезда араластырып, осылай салып, үстінен осылай жұмыртқаның сары уызымен, яғни үстінен сеуіп шықсаңыздар да болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әдемілесеңіздер болады. Мен жаңағы гүл, яғни ромашка қылып кесіп алған ақ уызды қойып, үстінен консервідегі жүгеріден бір данадан салып шықтым. Шет-шеттеріне кенза, яғни аскөкті пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ақ желкен, басқа да көк шөптер пайдалансаңыздар болады. Өте дамды, мерекелік дастарханға ерекше әдемі сән беретін, дәмі де өте керемет болып шығатын салат. Дайындап көріңіздер. Сіздердің жанұяларыңызға, қонақтарыңызға ұнайтынына сенімдімін.